Сюжетті рөлдік ойынның бала тәрбиесіндегі алатын орны. Баланың қиялы әсіресе бала ойын барысында жүзеге асырылады. Айналасындағы тұрмыста бала нені көретін болса, сол нәрсені істейді. Балалар ойыны әр алуан оның өзгеріп отыруы, яғни балалардың жас ерекшелігіне байланысты. Сюжеттік рөлдік ойынның басты ерекшелігі ол импровизация, яғни балада ойын алдын ала жоспарланбайды, баланың ойнауы кенеттен болуы мүмкін. Сюжеттік рөлдік ойын баланың ересек өмірге дайындайтын бірден-бір тәсілі болып табылады. Балалар мысалы тәрбиешіге, дәрігерге, болмаса сатушыға, мамандықтарына еліктеуі мүмкін. Сюжетті рөлдік ойын балалардың өзін-өзі тануына, өзін-өзін тәрбиелеуіне, өзін-өзін басқаруына алып келіп жетелейді. Мұндағы менің мақсатым ойнай жүріп үйрету идеясы болып табылады.